Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қызылшадан қандай салат жасауға болатынын көрсетем. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қызылша, алма, жаңғақ, майонез араласқан бір салаттың түрін көрсетем. Алма мен қызылшаны теркадан өткізіп аламыз, майдалап. Одан кейін жаңғағымызды блендердан майдалап езіп аламыз, бөліп аламыз. Одан кейін майонез қосып жақсылап араластырамыз. Сонымен салатымыз дайын. Өте оңай жасалатын салат, жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Денсаулыққа да пайдалы, қаны аз, гемоглобин аз адамдар жесе өте пайдалы. Жасап көріңіздер. Мінекей бірінші салатымыз дайын болды. Енді екінші салатымызға кірісеміз. Винегрет салат, өте дәмді, өте керемет салат. Экологиялық таза өнімнен жасалған салат болып табылады. Денсаулыққа да пайдалы. Мінекей ең бірінші қызылшамызды, картофымызды, қайнатылған картофымызды жақсылап көбіктеп турап аламыз. Одан кейін жасыл бұршағымызды суын төгіп қосатын боламыз, бір банкасын. Одан кейін табамызға оливковый масланы кішкене құямыз, 50 миллиграмдай құйып, соған пияздың жартысын ғана турап, жақсылап қуырып аламыз. Сол қуырылып жатқан кезде квашеный капустамызды салып, 2 минуттай қуырып, салатымыздың үстіне салатын боламыз. Сөйтіп араластырамыз барлығын, сонымен салатымыз дайын болады. Жасап көріңіздер, өте керемет салат. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.